Мен Нұра ауданы Көбетей ауылы Рахым Асубаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Маканова Алия Жұмабековна, санатым педагог зерттеуші. Бүгінгі тақырыбым 3-ші деңгейдегі олимпиада есептері. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қоратта барлығы 444 алма мен апельсиндар жатыр. Апельсиндар саны алма санының жартысындай болса, қоратта қанша алма мен апельсин бар дейді. Бізге барлық апельсин мен алма санын анықтауымыз керек. Бұл есептің шарты: апельсин бізде x болады, алма 3x. Барлығы 444 жеміс болады. Шешуі: x қосылған 3x тең 444-ке. Енді осыдан x пен 3x-тің қосындысы 4x-қа тең. 4x тең 444-ке. Осыдан x-ті табу үшін 444-ті бөлеміз 4-ке. x 111-ге болады. Яғни x дегеніміз бұл бізде апельсин. Демек бізде апельсин 111 болды саны. Енді бізде 3x. Біз x-ті көбейтеміз 3-ке, яғни x бізде 111-ге тең болды. 111-ді 3-ке көбейткен кезде 333 болды. Бұл 333 алма саны шықты. Келесі есеп екінші тапсырма. Шебер 36 зат жасады, ал оның шәкірті одан 2 есе кем зат жасады. Шебер мен шәкірті барлығы қанша зат жасады дейді. Яғни бізге шебер мен шәкірт екеуі қосылып барлығы қанша зат жасағанын анықтауымыз керек. Есептің шарты: шебер 36 зат жасады, шәкірті белгісіз, бірақ шеберден 2 есе кем зат жасады. Барлығы екеуі қанша зат жасағанын анықтауымыз керек. 36 есе кем болғандықтан біз 36-ны 2-ге бөлеміз, 18 шығады. Яғни шебердің жасаған заты 36, ал шәкірттің жасаған заты 18 болды. Енді осы 36 мен 18-дің қосындысы 54-ке тең. Яғни шебер мен шәкірт барлығы 54 зат жасапты. Келесі тапсырма. Жоғарғы және бастауыш сыныпта барлығы 322 оқушы бар. Бастауыш сынып оқушылар саны жоғарғы сынып оқушыларының 2 есесінен 22-ге артық. Жоғарғы сыныпта қанша оқушы бар дейді. Кеттік, келесі бізге жоғарғы сыныптың оқушы санын анықтауымыз керек. Шарты: яғни біз бастауыш сынып оқушылары 2x қосылған 22-ге. Жоғарғы сыныпта x белгісіз. Яғни барлығы 322 оқушы. Шешуінде 2x-қа қосамыз 22-ні, қосамыз x-ті тең, барлығы 322 болды. Енді x-тарды бір жағына жинап аламыз. 2x қосылған x тең 322-ден 22-ні азайтамыз. 22-ні теңдіктің оң жағына шығарған кезде бізде қосу азайтуға айналады. 2x пен x-тің қосындысы 3x-қа тең. 3x тең 322-ден 22-ні азайтқан кезде бізде 300 шығады. Енді осыдан x-ті табуымыз керек. x тең 300-ді 3-ке бөлеміз. x 100-ге тең болады. Яғни бұл 100 деген жоғарғы сынып оқушыларының саны. Енді бізге бастауыш сынып оқушыларының саны 2x қосу 22-ге тең болып тұр. Ендеше біз жаңағы 2x-ті x-ның орнына 100-ді қоямыз, 2-ге көбейтеміз де 22-ні қосамыз. 222 шықты. Бұл бастауыш сынып оқушыларының саны. Енді бізде барлығы 322 оқушы шығып тұр. 100 пен 222-ның қосындысы 322-ге тең болып тұр. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. 2 бөлік жердің жиынтығы 320 гектар. Бірінші бөлік жер екіншісінен 3 есе артық жер қанша гектар екенін тапты. Яғни бізге 2 бөлік жердің жиынтығы екінші бөлікті табуымыз керек. Бірінші бөлік бізде 3x-қа тең, екінші бөлік x-қа тең. Екеуінің қосындысы 320-ға тең екен. Енді шешуін не істейміз? 3x пен x-тің қосындысы 320-ға тең. 3x пен x-тің қосындысы 4x-қа тең болады. Бұл 320-ға тең. Енді осыдан x-ті табу үшін 320-ны 4-ке бөлеміз. x 80-ге тең болады. 80, яғни бұл екінші бөлік. Енді бірінші бөлікті табу үшін 80-ді 3-ке көбейтеміз. Себебі бізде бірінші бөлік 3x-ке тең. 80-ді 3-ке көбейтеміз, 240 болды. Енді 80 мен 240-ның қосындысы бізде 320-ға тең.